Söz таптарымыз қаншалықты білеміз? Соны өз білімімізді тексеру мақсатында қазір тақтамен жұмыс жасаймыз. Яғни мына жерде тұрған көліктерде әртүрлі сөз таптарына байланысты сөздер жазылып тұр. Bir kөлікті алған кезде сол ішінде жазылған сөзге сұрақ қойып, қай жолмен жүреді екен. Соны біз тауып алуымыз керек, е? Фарук, кәне. Фарукпен бастап тексеріп көрейік, кәне келе ғой, Фарук. Сұрақ қойып отырамыз, балалар. Мұғалім кім? Мұғалім. Зат есім болады, е? Зат есімге келеміз. Жақсы, кәне. Іңкәр. Қаттырақ дауысын шығарамыз, дұрыс, зат есім болады, жақсы, керемет. Қуаныш. Сұрақ қоямыз. Қандай? Дұрыс, жақсы, керемет. Келе қояйсыз. Ашы. Қандай? Қай сөз табы болады? Жақсы, керемет. Келе қойғанды. Алма. Не алма? Қай сөз табы болады? Жақсы, керемет. Керемет, келе қойғанды. Сұрақ. 8. Қанша? Қай сөз табы болады? Санды. Керім келе қой. Күлді. Кім күлді? Күлді. Нені білдіріп тұр? Күлді. Сұрақ қоямыз. Естілі. Қай сөз табы болады? Жақсы, керемет. Раяна келе қой. Сөздерді қаттырақ оқимыз. Секірді. Естілі. Секірді. Құралай келе қой. Қай сөз табы болады? Жақсы, керемет. Кім келеді? Тақтаға келе қойған кел. Ара. Не? Ара. Қай сөз табы болады? Зат есім. Инабат келе қой. Қаттырақ оқимыз сөздерді және сұрақ қойып отырамыз, де балалар? Жетті. Сұрақ қоямыз. Қай сөз табы болады? Зат есім. Сұрақ қоя қой. Жетті. Жетті. Қалай сұрақ қоямыз, балалар? Неше? Неше? Қанша? Қанша? Жақсы. Қай сөз табы болады? Сан есім. Жақсы, керемет, отыра қой. Дұрыс, сын есім болады, жақсы. Балалар, сонымен сөз таптары туралы есімізге түсті ма? Сонымен сөз таптары дегеніміз не? Кім айтады? Сөз таптары дегеніміз не? Сөз таптары дегеніміз зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Жақсы. Зат есім қандай сұрақтарға жауап отыра қой, рахмет. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Құралай. Қандай сұрақтарға жауап береді? Кім не? Кімде? Жақсы. Келесі. Сын есім. Айта қой, Айсен. Сын есім бізді заттың түрін, түсін білдіреді. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қай? Өте керемет, жақсы. Келесі сан есім дегеніміз не? Раяна. Қанша, неше, нешінші. Деген сұрақтарға жауап береді. Яғни заттың жалғастыра қой, Іңкәр.
сан есім. Жаңа Раян айтты, я қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап беріп, заттың санын ретін білдіретін сөздер. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Етістік дегеніміз не? Қуаныш? Заттың қимылын жалғастыра ғой, Фаруқ. Іс-әрекетін білдіреді. Жақсы, рахмет. Қандай сұрақтарға жауап береді екен? Керім, қандай сұрақтарға жауап береді? Не істеді, не қылды, қайтты. Дайынбек, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Балалар, қазір әрбір топқа мен осындай тапсырмалар беремін. Бұл жаңағы тапсырмаларда біз не істейміз? Бұл жерде біз жаңағы мозаика әдісі арқылы құрастырамыз суреттерді, және сол сурет бойынша сөйлем құрастырамыз. Содан кейін сол сөйлемнің ішінен сұрақтар қою арқылы сөз таптарын анықтаймыз. Суреттерді құрастыруға 2 минут уақыт және құрастырған сурет бойынша біз сөйлем құрастырамыз. Жақсы, бірінші топ болды, екінші топ болды, бірінші топ осы сурет бойынша сөйлем құрастырамыз. Екінші топ керемет болды, осы сурет бойынша сөйлем құрастырамыз. Үшінші топ аз құрастырып болғаннан кейін сол бойынша сөйлем құрастырамыз. Жақсы, жаза беріңіз. Жақсы, керемет. Енді осы сурет бойынша сөйлем құрастырамыз. Сол сөйлемше сөз таптарын анықтаймыз. Рахмет. Тыныштық сақтаймыз. Тыныштық сақтаймыз, балалар. Ереже бойынша. Бір-бірімізді тыңдаймыз, ойланамыз, берілген тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Дұрыс. Осы сөйлемнің ішінен сөз таптарын анықтаймыз. Так, вот, тездетеміз. Тездетеміз, балалар. Бірінші топ болды. Осы сөйлем ішінен сөз таптарын анықтаймыз. Дайындаламыз қазір сөйлеуге. Балалар уақыт. Төртінші топ дайындаламыз сұрақтарға. Енді сөз тапқаны қолдаймыз. Сұрақтар қойып анықтаймыз. Қай сөз табы? Жақсы. Үшінші топ. Енді осы сөйлемнің ішінен сөз таптарын анықтаймыз. Екінші топ сосын тұрмыз. Жақсы, керемет. Рахмет. Сонымен біз ең алдымен бірінші топты тыңдаймыз. Қалған 3 топ тыңдап зерттеп отырамыз, иә? Қателер болса. Жақсы. Рахмет. Сөз таптарына талдаймыз. Қандай сөз табы болды? Қандай сөз табы болды?
ойланады. Қандай сөз табы болады? Етістік болады. Қане топ дұрыс талдады ма? Ендеше жаңағы топты мадақтап қоямыз. Екінші топты тыңдай. Тексереміз екінші топты. Кім? Мағжан. Толық сөйлемді оқышы айт бірінші. Мағжан сабақ оқыды. Кім? Мағжан. Не істеді? Сабақ оқыды. Кім? Мағжан. Қандай сөз табы болды? Жақсы. Не істеді? Сабақ оқыды. Оқыды. Сұрақ қоямыз. Не істеді? Оқыды. Етістік болады. Жақсы, керемет, мадақтап қоямыз. Екінші топты қошеметтеп, керемет. Үшінші топты тыңдай. Толық сөйлемді оқып шығамыз. Тыңдаймыз. Қызыл алма жеді. Кім? Ислам. Не істеді? Кім қазір? Кім? Ислам. Қандай сөз табы болды? Жақсы. Жалғастыра ғой. Не істеді? Етістік. Не істеді Ислам? Жеді. Қандай сөз табы болады? Етістік. Етістік болады. Алма. Не? За кесім, е? Жақсы. Қошеметтеп қойып. Келесі төртінші топ тыңдай. Толық сөйлемді оқып жай. Ауада ағаш өсті. Не өсті? Ағаш өсті. Айлана бұл қандай сөз табы болады? Не өсті? Ағаш өсті. Ағаш қандай сөз табы? Зат есім болады. Керемет.